Құрметті оқушым, бұл мәтін есептің берілгені мынадай. Берілген санның 5 есесіне 35-ті қосып, шыққан нәтижені 7-ге бөлсе, 20 шығады. Берілген санның 3-ке қатынасын табыңыз. Көрейік. Берілген санды біз x деп белгілеп алайық. X болсын. Осы x-ті 5 есесіне деп тұр. 5-ке көбейтеміз. Сосын 35-ті қосып, осыған 35-ті қосамыз да, шыққан нәтижені 7-ге бөлсе деп тұр. Сондықтан шыққан нәтиже болғандықтан оны жақшаға алып аламыз да, сосын барып 7-ге бөлеміз. Сонда 20 шығады деп тұр. Алдымен осы x тауып аламыз, сосын барып 3-ке бөлінісін табамыз. Қатынас деген ол бөлінді. Жақсы, не істейміз? Мына бірінші жақшаны тауып аламыз. 5x қосылған 35 дегеніміз тең, мына бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. 20 көбейту 7. 140. Енді қандай санға 35-ті қосқан кезде 140 шығады? Әрине 5x табу үшін 140-тан 35-ті азайтамыз. Өйткені 35 оң жаққа минус 35 болып барады. 140 азайту 35 ол 105. X табу үшін 105-ті 5-ке бөле саламыз. Сонда 21. Бұл x-тің мәні. Бізге керегі не? Осы берілген санның, яғни 21-дің 3-ке қатынасын табыңыз. 21-дің 3-ке қатынасы осылай жазылады. 21 бөлу 3 деген сөз. Ол 7-ге тең. Жауабы D болады екен.